Есіңе түсір. Қайтала, белгіле. Сөз таптары: келді, білгіш, қызыл, арба, ойнады, тақта. Тыңдалым 110 бет. Мәтінді оқы, ат қой. Жазғы демалыста Арман мен Нұрлан атасы мен әжесінің ауылына қыдырып барды. Бір уақыт аталарына көмектесті. Бау-бақшаны арамшөптерден тазартып, ретке келтірді. Бірде Арман Нұрланды шақырды. Ағаш түбінде шиқылдап жатқан сарыауыз балапанды көрді. Бұл ағаш басындағы ұядан құлап түскен торғайдың балапаны екен. Өзі кіп-кішкентай, жүні жоқ, қызыл шақа балапан шиқылдай береді. Арман сатыға шығып, балапанды ұясына қайта салды. Атасы немерелерінің бұл әрекетін құптады. Мына сұрақтарға жауап бер. Мәтін неге 3 бөлікке бөлінген? Әр бөліктің тақырыбын анықтап, оларға ат қой. Балапанды сипаттау мәтіннің қай бөлігінде берілген? Сұрақтардың жауабын жаз. Арман мен Нұрлан аталарына қашан және қалай көмектесті? Олар қандай балапанды тауып алды? Балалар не істеді? Үлгі дәптерімен жұмыс. 45-ші тапсырма. Айтылым. Сөздерді оқы, оларды 4 бағанға бөліп, мына үлгі бойынша жаз. Етістік: негізгі, туынды, болымды, болымсыз болып бөлінеді. Арқандады, мақтанба, кейін, ойла, майла, тұзда, шегеле, тербетпе, баспа, барма, оқы, үрле, үз, отыр, жүз, өкпелеме. Сөз құра, тез құра. Мысалы: жүгір. Үлгі дәптерімен жұмыс. Жазылым 46-шы тапсырма. Берілген сөздерге тиісті жұрнақтар жалғап, туынды есім жаса. Жаз, көр, біл, айт, бал, дәулет, өнер. Мысалы: жазғыш,